Кентау қаласына қарасты Қарашық ауылының тұрғыны 3-ші топ мүгедегі Умаров Юлдаш және жалпы саны 18 тұрғын Шүкіролла деген азаматтан 350-450 мың теңге аралығында жер алады. Содан бергі уақытта 3-ші топ мүгедегі Юлдаш үлкен үй салған. Бірнеше жылдан соң үйдің толық құжаты бітіп, базаға тіркеуге барғанда құжаттардың жалған құжат екені анықталған. Осы орайда айтылған заңсыз әрекеттің делдалының бейнесін назарларыңызға ұсынамыз. Siz әшейін делдал болдыңыз ба сонда? Мен далалман. Еш қатысым жоқ деген. Бұл азамат Нұрбек деген 8 жылға алды, 8 жылға сотылып кетті, ақыры 4 жылға сотыларды. Бұны істеткен адам қатысым алды. Мен адвокаттан берген ма? Сонда сіз әшейін ортада ақша ғана ойнадыңыз болды ма? Бұл мен апарып берген ма болды. Мен бұларға осы қарапайым адаммын. Рахимов деген кім? Рахимов деген. Рахимов деген ма? Шешім шығарған. Сіз істеп бергенде қандай құжат істеп бердіңіз? Мен істеп берген емес. Әкіметтің шулан істеген. Сіз тек қана ақшасын алып, ақшаны беріп, сөйтіп делдал болдыңыз ба? Басқа қатысыңыз жоқ па? Енді ол кісі қайыр тауызыр, бұл кісінің үйін бұзады отыр. Бүгін мына кісінің үйін бұзды. Ертең мына кісінің үйін бұзады. Тағы да сияқты қанша адамға Жаңа кадастрдағы документті сіз жеткізіп тұрдыңыз ба ақшасын алғаннан кейін? Апару, беру, салу, ақшасын жаңа арада алу, ол заңсыз сатылды ма сонда ол жерлер? Ол жерлер заңды сатылды ма? Бізге заңсыз, заңғырық дейді. Бірақ сіз заңсыз екен білмей қалдыңыз. Одан қанша ақша алған едіңіз ол кезде? 350-450-ден алдыңыз. қанша жер еді? Жалпы қанша жер саттыңыз осы жердегі тұрғындар? 18 адамға ма? 15 соттар. Жалпы осы жерде бірінші соты болып жатқандар бар ма? Сотымыз әлі болған жоқ. Бірінші мына баламызды бұзуға шығарды деді. Сол документтер бәрі фальшивый екен деді. Қанша үйге штраф салды? Енді документ Сонда фальшивый болғанда кімнің болсын ол өзі әкім демеді? әкім несі оған неге қарамаған, әйтеуір бізге анандай ксеросын берді. Бірінші шешім шығарып берген. Әкім демеді ол кезде шешім шығарып берген фальшивый документ болды. Осы кісі әкеп берді, бәрін біз сонымен документ дайын деді. Рахимов дейді. Рахим босап кеткен. Сіз қай жыл алғансыз? 28-11-2006 жылы. 2006 жыл. 2006 шешім.